Египет жыл басынан бері үшінші рет ұлттық валютаға девальвация жүргізді. Доллардың ресми курсы 1,3%-дан 7,9%-ға көтерілді. Бірақ Каир мен Александриядағы қара базарда доллар үшін 8 фунт беріледі. Дамушы елдердегі басқа да валюталар тәрізді Египет фунты уақыт өте құнсызданып жатыр. Бұған ақш федералды жүйесі бәсті көтереді деген болжам себеп болуда. Жыл басынан бері фунт 10%-ға арзандады. Бұл алжирлік динардан кейінгі рекордты төмендеу. Елдің төлем балансының тапшылығы 2000 жылдан бері алғаш рет 12,2 миллиард долларға жетті. Ал кезекті девальвациядан кейін Египет билігі халықаралық банкпен 3 миллиард долларға несие алу жөнінде келіссөздер жүргізуді бастап жатыр. Еуроодаққа ағылып жатқан мигранттар тасқыны әлі толастаған жоқ. Осыған байланысты еуропалық мемлекеттердің басшылары кезектен тыс екінші төтенше саммитке жиналды. 3 апта бұрын олар Брюссельдің Сириядағы босқындарға 1,8 миллиард евро бөліп, Африкадағы өмір жағдайын жақсарту үшін қор құру қажет деген ұсынысты қолдаған еді. Бірақ Дублин шартының орындалмауына байланысты мемлекет басшылары мен үкімет арасында өзара келіспеушілік туындауы мүмкін. Аталған құжат босқындарды бірінші қабылдаған елдің олардың ары қарайғы да жағдайы үшін жауапкершілікті болуын міндеттейді. Қазір Грекия мен Италияға келген 160 мыңнан астам мигрантты басқа елдерге бөлу басталды. Әзірге тек 10 шақтысы ғана орын ауыстырған. Германиялық Volkswagen Еуропадағы автонарықтың көшбасшысы деген статусынан айырылған жоқ. Еуропалық автоөндірушілер бірлестігінің есебі осылай деп хабарлайды. Осыған дейін Volkswagen көліктеріндегі экологиялық сынақтың жалған нәтиже көрсетуіне байланысты үлкен жанжал туындап, компания басшысы отставкаға кеткен еді. Бірақ бұл даудың жаңа машиналардың сатылымына қаншалықты әсер еткендігі әзірге белгісіз. Еуропада жаңа көліктерге деген сұраныс 2 жылдан бері артып келеді. Даму көрсеткіші бойынша жапондық автоөндірушілер алда. Қыркүйек айында Mazda сатылымы 29%-ға, Nissan сатылымы 24%-ға артқан.